Бұл ыдыстың көлемін өлшейік. Көлем дегеніміз не? Оны қалай өлшейді? Көлемді өлшеу дегеніміз заттың не дененің қаншалықты орын алатынын анықтау. Ыдыстың немесе қорап ішінің көлемін анықтауда сыйымдылықты қолданады. 1 литр су құюға болғандықтан, ішінде 1 литр суы бар ыдыстың сыйымдылығы 1 литрге тең. Геометриялық фигураның көлемін өлшеу үшін фигураның неше текшеден құралатынын білу керек. Мысалы, берілген фигурада 48 текше бірлігі бар. Көлем текше сантиметрмен өлшенеді. 1 текше сантиметр бұл қабырғалары 1 сантиметр болатын текше. Текшенің көлемін табу үшін оның үш өлшемін, ұзындығын, енін, биіктігін көбейту керек. Текшенің барлық қабырғалары бірдей болғандықтан, 1 сантиметр көбейту, 1 сантиметр көбейту, 1 сантиметр тең болады 1 текше сантиметр.